Екі қасқыр әңгіме. Бір күні атасы немересіне өмір туралы маңызды сабақ бермек болады. Адамның ішінде екі қасқыр үнемі шайқасып жатады, дейді ол. Біреуі жамандықтың символы. Ол ашу, қызғаныш, қорқыныш, ашкөздік, жалқаулық пен өкпеден тұрады. Ал екіншісі жақсылықтың символы. Ол мейірімділік, батылдық, сүйіспеншілік, үміт, адалдық пен сабырлықтан тұрады. Немересі ойланып қалады да атасынан сұрайды: ал соңында қай қасқыр жеңеді? Атасы күлімсіреп: сен қайсысын көбірек қоректендіресің, сол жеңеді. Қорытындысы: өмірдегі біздің ойларымыз бен әрекеттеріміздің біздің болашағымызды қалыптастырады. Егер жақсы қасиеттерді дамытсақ, өміріміз жақсы жаққа өзгереді. Каналыма тіркеліп, пікір қалдырып кетіңіз.